Сәлем достар. Бүгін Біз Шымкентке барайын деп жатырмыз. Қазір Алматыдамыз. Алматы осындай шуақты, бұлтты арасында осы болып тұр. Жаңбыр жауып тұр. Настроение жоқ. Айнара районаның орнына отырамын деп. Болмайтын нәрсе. Что там, Софика? Қалайсың? Аразда горшогын алдық, заттарымызды алдық. Мынаны реклама. Зат бір нәрсе түсірім керек. Еще мынаған қара капибарасын алған. Нағыз аюын алып алған. Я тұра берсін, сосын көрсетеміз. Еще біздің ана жақта дорожныйымыз бар. Ал, мініп алдық біз автобусға. Мына қараңыздар. Екеуі отырсың. Керешке жеп, Макси чай алғанбыз бәріне. Керешке жеп, мына рахат терезеден көріп отырмыз, я. Күшті жайлы болды, мына екі адамдық орын екен. Аяқ созасын нормально бар екен. Кейбіреулер аяқ созамай қалсын кейде. Папаң үйге қайтып баратыр. Бұл жолы біз папамызды үйге тастап, оның жұмыстары болып қалды. Өзіміз бара жатырмыз. Я, Айнара, аспасын. Айнараның төсегі күшті. Айнараның төсегі күшті болып тұр, я. Өзі жатады рахатта. Біз үшеуміз үшеуге жатамыз енді. Күшті жатырмыз бар ғой. Я, Заря. Я, бірдек болыпты, бірді шортиге бар. Рахат болды. Аяғымда созылады мынау. Жайлы екен рахат. Айнара күшті жатса кафе. Күшті. Айнара білесі тауып алғандай. Айнарада ғана осындай перде бар екен. Аяқ жағына бас жағын жауып қайтып айтетеді. Іші көрек ішкен. Бізде жоқ қондай перде. Зато біздікі кең рахат, я. Айна терезе қарап жатамыз. Кетчет. Нарсаңыздар. Күшті отыр, кеш батып жатыр. Күшті ма? Зор екен. Күшті болса олды жата бер. Сәлет жеп болды. Ұтылам. Үсті қарса отыр. Ұйықтайық айналайындар. Папаға баям. Папаңа барамыз бұйыртса. Тауды қараңыздар, күшті болып тұр. Тау, аспан, бұлт, әдем. Қар. Айна қаяқта? Не деген закат қараңыздар, күшті. Сәт өсті. Күшті закат болып тұр. Иә, Раяна мен София жатыр қасымда. Көрінбейді. Алла көрінді. Көздері ауыр кетті. Екеуі әңгімен жіберіп жатыр ғой, ұйықтамай. Менің айым. Пердені жауып қойған Айнара. Әрі қарап жатыр екен. Қат жамылмасай. Үстің ыстықтап кетесің, Айнара. Үстің жамылмай қойса, аяғың жамылып жатса, я ыстықтап кетесің. Аяғыңды ғана жамыл. Давай. Закатты қараңыздар. Қара машина алуға болады деген. Екеуі ұйықтаймай ядыр ғой, 9 болды сағат. Ұйықтаңдар, давай. Күшті болып тұр, қарсаңыздар, достар. Закат әдем болып тұр. Екеуі әлі жатыр. Шулап. Жат. Біз деген Шымкентке жеттік. Ысып жатыр ғой, сағат қазір қанша? 9-10 ба? Біз сағат таңғы 4-те келгенбіз ғой. Ойбай, ысып жатыр. 4-те кеп сады ғой. Рахат болып жатыр. Ана жерде бассейн толтырып жатыр ағалары.
болып тұр. Бассейн толып жатыр ма өзі? Жатыр. Ағаштарымыз көп күшті болып тұр мына жер. Ой, рахат болып жатыр ғой, төркінге келіп. Шымкентте күн ыстық ерекше. Мынандай тазикеде су құйып қойдық. Кішкене жылый берсін деп. Мынағанда су толтырып жатырық. Сағат қазір 9. Таңнан құйып қою керек екен. Кір жуып жатырмын, шайып жайып жатырмын. Ай, рахат болып жатыр ғой. Күн деген күшті. Кірлер тез келіп болып жатыр, дала жайғаны. Мына ағашта алма өсетін. Мына жерде өрік, мына жерде жүзім. Біз бірақ биыл шілденің ортасында келіп, кешкелік қаппыз. Ар жақта шие өсетін. Бәрі өсіп, пісіп. Үйінде келсек, бәрі пісіп тұратын еді. Қалмаған ғой жа. Қалмаған, нәбірелер қапты. Ай! Ара. Дәмді. Что? Дәуді ұзын-ұзынандай, саусақтай жүзімдер болатын. Биылдыққа онша самапты. Былтыр саңғы. Шие. Нежет қараңыздар шиелерді. Көріпсіздер ма? Ойбай. Біразын уже теріп, уже азайған ғой. Күшті сынай. Төрім ыстықтап кеткен. Шашып, әбір ісіп тұрмын ғой. Күшті, я? Дема. Деп жүрмін. Тамақ пісіп қалды. Сағат әлі 10-ға болған жоқ қой. Күн деген жанып тұр. Қыздар телевизор көріп жатыр ыстықтап даладан келіп. Ағасымен сөйлесіп отырып ойнап. Сәл шыдаңдар, су мұздай жаңа ғана құйылды. Мен бассейнде толтырып қойған. Мұздай әлі. Қазақ жылыйды ғой, сәл шыдаңдар. Мұздай. Жан кеттік. Жүнді. Жүзім алады теріп. Бойларына сәйкес рахат, е? 3-4 алындар да жұп-жұп жеңдер. Үйтіп алма. Олай үзамайсың. Ана түсіп атыр ғой уже. Солайнан алсай, бейді қолмен алсай бірттін деп езіледі ғой. Ой, бірәй, жүзімді де жоламайсың ба. 3-4 алсай. София, мына бетте бар ғой, көрсет жаңа бір жерлерде бар. Содан берші екеу ма, София. Со жерден алшы. Шай, жу. Айнара. Скотчты құттың ғой. Қара, ағасын. Скотчтар. Қыта қылғатсың. Қызларын көре ма не? Мен сторисімді сен таныстар ешкім көрмейші. Ал достар, бассейнге шомылып, ойнап, бассейнде ойын ойнағандарын келесі блогтан көре аласыздар. Бүгінше біз бүгін Жапон саябағы деген бар екен. Бұрынғы Кең баба дейді. Сол жерге барамыз. Сол жерден де блог болады. Жіберіп алмаңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басып. Олай әбіржіп жүргенімнің себебі де бар. Құдай қаласа инстаграмда, алдағы уақытта блогтарда бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.